Мен заттарды өзара салыстыра отырып, статистика деректерін және басқаларын салыстыра отыра көптеген нәрселерді үйрендім. Бұл көбінесе мән-жайдың өзін түсінуге көмектеседі. Роберт Дик Уилсон дәл осыны киелі кітапта жазылған патшалардың есімдерінің қатесіздігін зерттей отыра орындады. Біздің заманымызға дейін сақталған басқа патшалардың тізімдерімен салыстырды. Біздің заманымызға дейінгі 200 жылы өмір сүрген Александрия кітапханашысы өз ісінің шебері болған. Және ол Мысыр билеушілерінің тізімін жасады. Осы тізімде 38 патшаның есімі келтірілген. Және білесіздер ме, олардың тек 4-еуі ғана танымал. Киелі кітапта болса 29 патша жайында айтылады. Және олардың әрбір есімі тек танымалған емес, сонымен қатар қатесіз жазылған. Ассирия патшаларына қарайық. Сол Александриялық кітапханашы Ассирияның барлық патшаларының тізімін келтірді. Алайда осы есімдердің біреуі ғана танымал. Егерде осылардың патшалар тізімі екендігі бастапқы беттерінде көрсетілмегенде, солай екендігін байқамас едіңіздер. Алайда осы тізімде келтірілген бір ғана танымал есімнің өзі қате жазылған. Птоломейді еске алсақ, ол Бабылдың 18 билеушісінің тізімін жасады. 18 есімнің біреуі де дұрыс жазылмаған. Доктор Роберт Дик Уилсон осы жайында былай деді. Киелі кітапта көрсетілген 29 патшаға қараңыздар. Бұлар Мысыр, Израиль, Муав, Дамаск, Тир, Бабыл, Ассирия, Парсы елдерінің билеушілері, 10 түрлі елдің және әрқайсыларының есімдері. Киелі кітапта дұрыс жазылған. Сонымен қатар елді мекендер мен барлық есімдер хронология бойынша дұрыс көрсетілген. Міне осы себептен Роберт Дик Уилсон ақыр соңында еврей мәтіні көшірмешілер арқылы асқан дәлдікпен 2000 және 4000 жыл аралығында жеткізіліп отырды деген тұжырымға келді. Бұл әдебиет тарихында болмаған оқиға. Кем дегенде бұл жазбаны көшірген еврей дін мұғалімдерінің мұқияттылығын көрсетеді. Барлығы бір нәрсе үшін. Құдай біздің осы күндері киелі жазбаны ашып, сенімділікпен Құдай былай дейді деп айта алуымыз үшін. Кітапты жазып кеткендер үшін Құдайға мың шүкірлік. Мен олар сияқты жазбаны көшіруге шыдамым ешқашан жетпес еді.